Сәлем қыздар, сіздермен мөлдір. Бүгін мен сіздермен қазақтың ұлттық тағамы қуырдақтың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Қазақша контентті қолдау мақсатында каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздермен түрлі оңай, жеңіл видео рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен етімізді дайындап аламыз. Менде бұл жерде бүйрек, ірі қара малдың еті, мінекей жүрек, және тағы да осындай қара кесек еттер. Сондай-ақ міндетті түрде талақты пайдаланамыз. Және де бауыр. Мен бұл жерде өкпені алып тастадым, өкпені пайдаланбаймын, орнына бүйректі пайдаландым. Жалпы қуырдақты әр өңірде әртүрлі дайындайды. Етті кейбір жерлерде өте ұсақ етіп турайды, ал кейбір жерлерде керісінше өте ірі етіп турайды. Мен өте ұсақ емес, өте ірі емес, осындай орташа қалыпта турадым. Дайындап алған барлық еттерімізді осылай кубик ретінде, яғни 4 бұрыш етіп тураймыз. Көбіне қуырдақ қуырғанда арнайы жаңағы қойдың құйрық майын алдын ала шыжғырып, соның майына қуырып жатады. Ал мен бүгін сұйық майға қуырамын. Және де мына жерде мен мінекей бүйректі турап жатырмын. Бүйрек майды көп жерде қоспайтын шығар, бірақ мен басқа май пайдаланбағандықтан аздаған бүйрек майдан да қосып жібердім. Содан кейін мінекей мен талақты турап жатырмын. Талақты міндетті түрде қуырдаққа қосыңыздар, себебі осы талақ қуырдақтың қоңырқай түсін келтіреді, және де дәмі де ерекшелене түседі. Осылайша біз аталған барлық еттерімізді 4 бұрыш етіп турап шығамыз түгелдей. Ең соңында барлығын турап болған соң мен бауырды тураймын. Мінекей бауырды да мен осылай 4 бұрыш етіп турап, бөлек ыдысқа салып аламын. Себебі бауырды біз қуырдақ пісуге ең соңынан 10-15 минут қалғанда салатын боламыз. Енді қазанымызға сұйық майды құямыз. Егер сіздерде құйрық май болса, құйрық майды турап, майын шыжғырып соған қуырсаңыздар болады. Сұйық майды құйған соң, қыза бастағанда біздің етімізді бауырдан басқасын барлығын саламыз. Және де асты жабысып қалмас үшін осылай жақсылап ағаш қасықпен былғап қуырамыз. Балғын ет болғандықтан мен ешқандай да суық құймай пісірдім. Егер сіздердің еттеріңізде суы қатты шықпай тартылып жататын болса, аздаған су қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей менде осынша көп сөлі бөлінді еттің. Оттың астын басып, дәміне қарай тұз бұрышын салып, бетін жабамыз. Содан соң пиязымызды тураймыз. Пиязды мен осындай жарты ай тәріздес етіп турадым. Сіздер қалауыңызша 4 бұрыш етіп турасаңыздар да болады ұсақтап. Ол пиязымыз бәрібірде еттің ішінде сөлі бөлініп, езіліп, еріп кетеді. Етіміз әбден қуырылып болған соң, осы жерде пиязымызды қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Мінекей бауырды мен осылай бөлек ыдысқа салып дайындап қойдым. Оған дейін картопты дайындаймын. Картопты мен қатты уақ қылып тураған жоқпын, үлкен-үлкен етіп турадым. Сондай-ақ көп жерлерде картоп қоспайды, ал мен болсам үнемі картоп қосамын. Себебі картоп қосқан өте дәмді болып шығады. Ол енді өз қалауыңыз. Және дәміне қарай 2-3 бас сарымсақ қосып жіберсеңіздер де болады. Бірақ картопты өте көп салуға кеңес бермеймін. Себебі ол қуырдаққа ұқсамай кетеді. Тек дәмін шығару үшін аздаған картоп қоссаңыздар болады. Жалпы ет менде 2 сағаттан артық пісті. Картоп жұмсара бастағанда мен осылай ең соңында бауырды салып, тағы да 10 минут қуырып алдым. Бауыр өте тез пісетін болғандықтан осылай ең соңында салғандарыңыз дұрыс. Себебі бауыр қатып кетуі мүмкін.
Мінекей біздің қуырдағымыз пісіп шықты. Ең бастысы картобы да, ет те, бауыр да барлығы өте жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Видеом ұнап жатса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға көп рахмет.